Баршаңа сәлем, сізбен бірге мен Дорамшел ағай. Бұл YouTube арнада танымал кореялық фильмдерге, дорамаларға обзор түсіремін. Ә, Бірден ескертейін, мен бұл жерде рассказчикпін, яғни фильмде немесе дорамада не болды, соның барлығын сіздермен бөлісемін, қалай болған. Ал бүгінгі айтылатын фильм ол «Орудие смерти» деп аталады. Пропали без вести 5 учеников начальной школы из Тэгу. Сообщают, что 2 из 5 детей, пропавших в марте, видели в Сеуле. Алдымен өмірде болған жағдайды баяндап берейін, одан кейін фильмге ораламыз. 1991 жылдың 26 наурызы бұл оңтүстік Кореяда демалыс күні болатын. Өйткені бұл күні сайлау болатын. Өздеріңіз білесіздер, сайлауда міндетті түрде демалыс болып жатады, немесе сенбі жексенбі күніне қойып жатады. Бұл жолы демалыс қойған, сол күні алғаш рет мынау демократиялық сайлау өткен, сондықтан да барлық полицейлерге болсын, көптеген адамдарға болсын, бұл күн өте маңызды, барлық өздерінің тек қана сол сайлауға мән береді. Сол күні 5 бала орманға қарай кеткен, содан кейін олар қайтып ешқашан да оралмаған. Балаларды бақа балалар деп атайды. Неге? Өйткені басында бақ беттерінде олар туралы дұрыс емес ақпарат берілген, өйткені олар саламандра жұмыртқасын аулау үшін кеткен орманға. Дегенмен де журналистер оның балаларды бақа ұстау үшін кетті деп, бақа балалар деп атап кеткен. Сонымен фильмге оралайық. Фильмде де дәл солай 1991 жылдың 26 наурызы көрсетіледі. 5 бала орманға қарай кетіп, солар ешқашан қайта оралмайды. 5 баланың ата-анасы полицияға келеді, полицияға балалардың жоғалып кеткенін айтады, ал полиция оларға сенбейді. Олар ойнап қайтып келеді. Олардың жоқ болып кетуі мүмкін емес. Кешіріңіз, бізде қазір ең басты жұмысымыз ол сайлауда болу дейді. Да нет, не могли они пропасть все впятером. Что? Наверняка сейчас носятся где-то по холмам, как олени. Вот и все. Вы что, не видите, мы тут заняты. Надо следить за порядком на выборах. Әрине, кейін іздеуге көшеді полицейлер, әскерилер, ата-аналардың өздері де іздеуге көшеді. Бүкіл орманды, жақын маңды тіпті мынау тікұшақпен іздейді, таппайды. Екі апта өтті, бірақ балалар әлі де жоқ. Содан ата-аналар құр қол отырмай, тіпті көріпкелдерге де жүгінеді. Әрине, олар да еш көмек бере алмайды. Ата-аналардың балалар іздегені сонша, мысалы көріпкел айтады, балалар мына жерде қоқыс жинаған автобус болады, сол жерде деп айтады. Тіпті соны тоқтатып, бүкіл қоқыстың ішін аралап шығады, бірақ балалар ол жерде еш жоқ еді. Сонымен балалардың жоғалғанына 5 жыл өтеді, бірақ балалардың өздері де, олардың денелері де, мәйіттері де жоқ. Бір күні балалар судың астында деген ақпарат жетеді, сонымен судың астын іздейді, бірақ балалар оның арасында да, судың астында да болмай шығады. Телевидение продюсері. Басында ол балаларды түсірудің қажеті жоқ, бұл жерде ешқандай интрига жоқ, драма жоқ, қызық емес дейді. Бірақ продюсерге бұл іс қайтадан қызық болып, сонымен ол өз зерттеуін, өз тергеуін бастайды. Алло. Мама! Это ты, Чонхо? Да. Где ты? Продюсер мен университет профессоры балалардың анасының бірінен күдіктеніп бастайды, өйткені ананың баласымен сөйлескені өте бір салқынқанды сөйлескен деп күдіктеніп бастайды. 2 месяца как пропал и вдруг звонит. Вас не удивляет реакция матери? Бірақ детектив продюсердің бұл сөзіне сенбейді. Бірақ продюсерге сенсация керек, ел аузында болған керек. Сондықтан да ол өз айтқанына қайтпайды. Профессор мен продюсер өздері күдіктенген ананың үйіне барады. Ол үйдегі сөйлемейтін әжесі қолмен оларға бірдеңе түсіндіруге тырысады.
Профессор мен продюсер бұл үйдің адамдардан күдіктері одан сайын өрши түседі. Продюсер ата-аналардың бірін кінәлап, бұл туралы тіпті эфирге шығармақ болады. Бірақ продюсердің басшысы одан бас тартады. Бірақ продюсер қоймайды. Сол кезде ол өзі күдіктеніп жүрген әкеден сұхбат алады. Профессор дәл сол кісіден күдіктенетін балалар еденнің астында жатқанына сенімді екенін ол әкенің өзіне айтады. Ашуланған ол продюсерді ұрып жібереді. Сонымен продюсер ақыры басшысымен бірге үлкен басшыларды эфирге шығаруға көндіреді. Эфирге шығады. Шу болады. Продюсердің өзі қалағандай әрине сенсация болады. Енді бүкіл журналистер, полицейлер дәл сол үйде жүреді. Күдікті деп ойлаған әкенің үйінде. Өмірде де дәл осылай жағдай қайталанған. Өйткені дәл осылай күдіктеніп, үйі толықтай қопарып тастаған, бірақ бала табылмаған. 솔직히 뭐 그렇게 하면 마음 아파하고 이제 마음 좀 겨우 잡고 이러는데 또 와가지고 뭐 안매장이 뭐 때문에 해가지고 이런 쇼가 또 Бұл фильмде де дәл солай алдымен әжетхананы тазартады. Одан кейін үйдің бір шетін қиратады, іздейді, бірақ таппайды ешкімді де. Сол кезде көршілер ұрып шығарады. Бұл кісілердің ешқандай да кінәсі жоқ деп жаңа профессорды ұрып соғады. Бәрі соны кінәлайды. Ұялмайсың ба, ұятың жоқ деген сияқты. Сонымен профессор жаңағы детективтің қасына отырып, солай кетіп қалады. Подонок, подонок, подлец! Продюсер өзі кінәсін түсініп, жұмыстан өз еркімен кетіп қалады. Сонымен балалардың жоғалғанына 10 жыл болды. 2001 жыл. Күдікті деп танылған балалардың бірінің әкесі қателіктен қайтыс болады. Елде үлкен тайфун болады. Содан орманда жүрген 2 адамды көрсетеді. Бұл бізде 2002 жылдың 26 қыркүйегі еді. Олар түрлі бір сүйекті адамның сүйектерін тауып бастайды. Солай олар полицейлер шақырады. Сюда, шеф, сюда. Вот ведь. Столько искали, а они оказались здесь. Бұрынғы продюсер де келеді, балалардың мамалары келіп, ұлдардың киімін таниды. Полицейлердің бірі балалар қатты тоңғандықтан мерт болғанын айтады. Балалардың ата-анасы оның сөзіне қарсы шығады. Балалардың аналардың бірі продюсерді көріп ұрысқа ұрады. Ал тағы бір ана, демек сендер үйдің жанында осында жаттыңдар ма дейді. Жүректі ауыртатын сәт. Значит, все это время вы лежали вот здесь, да? Прямо перед домом. Судмедэксперт балалардың қалай өлгенін продюсерге түсіндіреді. Содан продюсер бұл детективке келіп, балаларды кімнің өлтіргенін сұрайды. Детектив өлтірген көршілер не туыстар емес екенін анық дейді. Бізге сол кезде күдікті адамды көрсетеді. Істеген сіз дейді, ал күдікті дәлеліңіз қайда дейді. Одан кейін бізге 2002 жылдың 13 қарашасын көрсетеді. Сол жерде балалар, ата-аналар балаларының сүйектерін көріп, бұл мүмкін емес деп жылап жібереді. Енді олар 10 жылдан өтті ғой, 11 жыл өтті. Енді 11 жылдан кейін балаларының сүйектерін жерлеу керек. Продюсер өзі кезінде күдіктенген ер адамның әйелінен кешірім сұрайды. Ал әйел айтады, мынадай шындық бар еді. Просто не нахожу слов. Мен фильм өз мәресіне жетеді. Қарап отырсаң өте ауыр фильм. Өйткені бұл жерде балалар тақырыбы, оның үстіне өмірден алынған фильм. Сондықтан да балалар ешқашан әрине жоғалмасын, ондай жағдай ешқашан да болмасын дегім келеді. Бұл тақырыпқа байланысты негізі ютубта көптеген бағдарламалар бар, видеолар бар. True Crime деп жатады, бұл соған жатады. Бұл фильм туралы естіген бе едіңіздер, ойларыңыз қандай, оны пікірге жазса кетіңіздер. Алдағы уақытта мен Ва-банк дорамасына обзор түсіремін. Басынан аяғына дейін не болғаны туралы әзірге көріп жатырмын әлі де. Сондықтан да жақын арада күтіңіздер дегім келеді. Тамаша жазылыңыздар, лайк басыңыздар, пікірлеріңізбен бөлісе кетіңіздер.